Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар, құрметті студенттер. Бүгін біз жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз семинар сабағы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру пәні бойынша семинар сабағы. Біз енді бір лекция, бір семинар етіп өткізіп отыратын боламыз енді сабағымызда. Біздің жаңағыдай бұл жерде бір тұжырымдап кететін нәрсе бар. Осы жаңағыдай бір жағынан бұл студенттерімізге тапсырма болсын. Осы жағында Google-да сіздер егер сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деп жазсаңыздар, оқу құралы деп. Сол оқу құралы шығады. Біздің студенттеріміз сол жаңа оқу құралын тауып, сол оқу құралымен жұмыс істеп отыру керек, үнемі бізбен бірге. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 2016 жылы шыққан болатын. Осы жағында Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару, Нұр-Сұлтан қаласында мемлекеттік басқару академиясы бар. Мемлекеттік басқару академиясында 2016 жылы профессор Абдрасилов және де сол академияның авторлар ұжымы бірге жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деген оқу құралын жазып шықты. Оқу құралы өте жаңағыдай пайдалы, тілі жатық. Негізі көрдіңіз, студенттер оқыса да, мемлекеттік қызметшілер оқыса да, магистрлар мен оқытушылар оқыса да, өте сондай бар жаңағыдай бірден қызықтырып әкететін оқу құралы. Сондықтан да студенттерімізге бұл тапсырма Google-дан сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деген оқу құралын тауып 2016 жылға сол оқу құралын өздеріңізге жүктеп алсаңыздар, сол оқу құралымен біз жұмыс істеп отыруымыз керекпіз. Енді бүгін семинар сабағында біз мысалдар шешіп отыратын боламыз. Тапсырмалардан есептер шешіп отыратын боламыз. Мысалдар шешіп отыратын боламыз. Бір тақырыптарды жаңағыдай талдап отыратын боламыз. Бір жаңағыдай салыстырмалы түрде айтып отыратын боламыз. Мысалы үшін жаңағыдай былай айта кететін болсақ, құқық бұзушылық деген бар, жаңағыдай құқық бұзушылық деген бар, құқықтық жаңағыдай тәртіпті бұзу деген бар. Арасындағы айырмашылық ара-жігін ажырату деген сияқты. Сыбайлас жемқорлықпен жасаған әкімшілік құқық бұзушылық бар, сыбайлас жемқорлықпен жасаған қылмыстық құқық бұзушылық бар деген секілді. Әкімшілік құқық бұзушылық бар, қылмыстық тәртіптік теріс қылық бар деген секілді. Мінекей осындай терминдерінде ара-жігін ажыратып отыратын боламыз. Өйткені біздің енді сабағымызда студенттерге бұл жерде кеңес айтқым келіп тұр. Үнемі біз сабағымызда тез оқып, тез жаңағыдай сабақты жіберу емес. Біздің мақсатымыз сол тақырыпты меңгеру. Біздің мақсатымыз сол тақырыпты түсіну, жаңағыдай. Сол тақырыпта егер не айтылды, мақсаты қандай, соны білу. Және де тақырып барысында кездескен терминдердің ұғымын түсіну. Не туралы айтылып тұр. Мысалы үшін сыбайлас жемқорлық бар, жаңағыдай ол не жайлы айтылады. Пара алу ма? Бұл жерде пара дегеніміз не? Оған не жатады жаңағыдай? Дүние жатады, ақша жатады, мүлік жатады деген секілді. Егер де мысалы үшін мемлекеттік қызмет дейтін болсақ да, мемлекеттік қызметке қандай қызметтер жатады? Мысалы үшін мемлекеттік қызметтерге кімдер жатады деген секілді. Егер қараңыз, мен аудан әкімі аппаратының қызметшісі болсам, ол мемлекеттік қызмет. Демек мен мемлекеттік қызметкермін. Мен егер салық инспекциясында жұмыс істесем, мен салық инспекциясының инспекторымын, мен мемлекеттік қызметшімін. Прокуратурада жұмыс істесем, ол мемлекеттік құқық қорғау органы ғой, мемлекеттік қызметшімін. Егер мен дәрігер болсам, ол әрине аурухана, мысалы үшін болмаса поликлиника, жаңағыдай емхана, мемлекеттік бюджеттен қаржыланып, мемлекеттік ведомство болғанымен, ол жаңағыдай мен ол жерде мемлекеттік қызметші болмаймын. Мен азаматтық қызметшімін. Осындай айырмашылықтарын біз біліп отыруымыз керекпіз. Енді рұқсат етсеңіздер, мен оқып кетейін. Бұл бірінші мінекей тапсырмамыз. Семинар сабағында студент Таубаев былай деп баяндады. Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы алғашқы деректердің бірі ежелгі Вавилон мұрағаттарынан кейіннен Вавилон патшасы Хаммурапидің атақты заңдарында болды. Студент Оралбай былай деп баяндады. Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы туралы алғашқы деректер ежелгі Грекияда ұлы Александр
патшаның кезінде пайда болды деді. Аталған студенттердің қайсысының жауабы дұрыс? Енді осы жерде енді әрине бұл сұрақтарға жақсы жауап беру үшін біз сол жаңағы Google-дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деген оқу құралын, учебникті жаңағы оқу құралын тауып, сол оқу құралында жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлықтың даму тарихын тақырыбын оқып білуіміз керекпіз әрине да. Енді бұл жерде енді логикалық түрде біз талдап кетейік. Талдап кететін болсақ, мінекей Вавилон патшасы. Вавилон патшасы жаңағыдай Хаммурапи патша өзінің заманында әртүрлі заңдар енгізген болатын. Өзінің заманында бұл Хаммурапи патша жаңағыдай құқық бұзушылықтарды, қылмыстарды жаңағыдай көріп, сол қылмыстар бойынша жауаптылықты, соның ішінде мінекей сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығын байқап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты да жазалар туралы заңдар шығарған болады Хаммурапи патша. Ал енді студент Оралбаев былай деп тұрды: сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы туралы алғашқы деректер ежелгі Грецияда ұлы Александр патшаның кезінде пайда болды дейді. Енді ұлы Александр патшаның кезінде өмір сүргенде жаңағы грек ойшылдары болды әрине. Ол жаңағы бұл жерде біз айта кетуіміз керекпіз Аристотельді. Аристотельдің өзі енді тарихтан біз жақсы білеміз. Ол жаңағы ұлы Александр патшаның өзі ұстазы әрине. Көптеген тәлім білім берген ұстазы. Платон жаңағы тоже ойшыл, Грекия ойшылы. Бірақ енді осы Платон мен Аристотель бұл кісілер көбінесе сыбайлас жемқорлық құбылысын зерттеді. Сыбайлас жемқорлық құбылысы жайлы оның құқық бұзушылық екенін жаңағы анықтап, зерттеп, зерделеп, ол жөнінен әртүрлі жаңағыдай ғылыми еңбектер жазды. Ал заңдарды шығарған кезде бұл жерде бұл адамдар заңдарды шығару мінекей осы жаңағыдай Хаммурапи патшаның кезінде пайда болған болатын. Келесі семинарымыз, келесі сабағымыз, сауалымыз. Семинар сабағында студент Орманов былай деп баяндады: кез келген мемлекетте ең бастысы ол заңдарды лауазымды тұлғаның заңсыз жолмен пайданы таба алмайтындай етіп құру керек деген сөздің авторы Аристотель деді. Ал студент Орехова былай деп баяндады: кез келген мемлекетте ең бастысы ол заңдарды лауазымды тұлғаның заңсыз жолмен пайданы таба алмайтындай етіп құру керек деген сөздің авторы Гай Юлий Цезарь деді. Студенттердің ішіндегі кімнің жауабы дұрыс? Бұл жерде де жаңа алдында айтқанымыздай, біз енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізі деген оқу құралы жаңағыдай қолымызда болу керек. Біз оны жаңағыдай өзімізге керек тақырыпты енді қағаз мәтініне распечатка дейміз ғой, қағазға түсіріп алып та қарап отыруымызға болады. Жаңағыдай болмаса өздеріңіздің жаңағыдай компьютерларыңызда, парақтарыңызда, парақшаларыңызда тұрса, сабақ өстіп жаңағы лекция болсын, семинар болсын, сабақ тыңдап тұрған кезде оқу құралы жаңағыдай қолымызда тұру керек. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін. Демек, біз енді көріңіздер, бұл жерде деймді қай студенттің жауабы дұрыс дейміз ғой. Айтып кетейік логикалық тұрғыда. Енді студент Орманов айтып тұр, осы жаңағыдай бұл кез келген мемлекетте ең бастысы ол заңдарды лауазымды адамның заңсыз жолмен пайданы таба алмайтындай етіп құруы деген сөздің авторы Аристотель деп. Аристотель. Гай Юлий Цезарьге келетін болсақ та, Гай Юлий Цезарь бұл жаңағыдай Рим императоры ретінде бұл кісі көбінесе мемлекеттер жаулаушы болған, тарихты жаулаушы ретінде белгілі. Және де Гай Юлий Цезарь сенатқа жаңағыдай сенаторлардың алдында сөз сөйлеп сенатқа қатысқанымен де бұл кісі жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа байланысты ондай бір жаңағыдай трактаттар болмаса жаңағыдай нормалар, заңнамалар шығарған емес. Демек, бұл жерде жаңағыдай бұл осы айтылған сөздің көрсетілген жаңағыдай ұғымның авторы Аристотельді. Өйткені Аристотель осы жаңағыдай сыбайлас жемқорлық құбылысын зерттей келе айтып кеткен болады. Кез келген мемлекетте ең бастысы ол заңдарды лауазымды тұлғаның заңсыз жолмен пайда таба алмайтындай етіп құру керек деген сөзді осы Аристотель жаңағыдай жазып кеткен болады. Келесі жаңағыдай мысалымыз ғылыми кеңесте магистр дегеніміз өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл деген ғылыми дәрежесі бар, ғылыми дәрежесі бар оқытушы, ұстаз.
Жалпы магистр деген сөздің өзі жаңағыдай сабақ беруші, дәріс беруші деген мағынаны білдіреді ғой. Ғылыми кеңесте магистр сыбайлас жемқорлық Рим құқығында 12 кестегі дерек ретінде көрініс тапқан дейді. Дерек ретінде магистрдің пікірін ғылыми кеңес мүшелері қабылдамайды. Ғылыми кеңес мүшелері магистрдің пікірін не себепті қабылдамайды деп ойлайсыз дейді. Осы жерде бір ескеретін сұрақ болып тұр. Тағы да бір кешіріңіздер айтып кетейін. Ғылыми кеңесте магистр былай дейді: сыбайлас жемқорлық бұл жаңағыдай ұғымын Рим құқығында 12 кестеде дерек ретінде көрініс тапқан дейді. Дерек ретінде көрініс тапқан деп тұр. Магистрдің бірақ пікірін, осы жаңағына оқытушының пікірін, ғалымның пікірін ғылыми кеңес мүшелері қабылдамай қояды, келіспей қояды деген сөз ғой. Демек, ғылыми кеңес мүшелері магистрдің пікірімен не себепті қабылдамай қойған, не себепті келіспей қалған дейді. Оның бұл жерде сіздермен талдап кетейік әрине. Мен әрине студенттеріміздің бұл жерде сөздерге, терминдерге алдында айтып кеткеніміздей, терминдерге зер қойып отқанын қалап отырмын. Әрине, сол студенттер былай біздің сабағымызда негізінде кез келген құқық пәні болсын, басқа да сабақ болсын, терминдерге мұқият, тиянақты зер салып отыру керек. Бұл өте маңызды. Мінекей көрдіңіз бе, магистр айтып тұр, сыбайлас жемқорлық деген сөз ол Рим құқығында 12 таблица, бұл деген заңдардың кестесі ғой, заңнамалар. 12 таблицада жаңағыдай дерек ретінде көрініс тапқан дейді. Ал егер негізінде біз тарихқа келетін болсақ, және де осы оқулықтар, жаңа біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізінің оқулығына келетін болсақ, онда көрсетілген сыбайлас жемқорлық ұғымы, жалпы сыбайлас жемқорлық көрінісі Рим құқығында 12 таблицаға кестеге дерек ретінде емес, кәдімгідей жаңағыдай заңның нормасы ретінде енгізілген болатындар. Құқықтың нормасы ретінде, заңның нормасы ретінде, заңның ережесі ретінде көрініс табады, және де сол сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін қандай да бір жауаптылық көрсетілген болатын. Мейлі ол өте бір ауқатты, дәулетті адам болатын болса да, мейлі ол чиновник болса да, мемлекеттік қызметші болса да, өйткені сол Рим империясы заманында, ежелгі империясы заманында қазынаны тонаушылық, парақорлық, және де пара алып заңсыз жолмен жаңағыдай әртүрлі істерді шешу, сонымен қатар басқа мемлекеттің жаңағыдай басқа мемлекеттегі уәзірлерге, басқа мемлекеттің жаңағыдай императорларына пара беріп жаңағыдай заңсыз әрекеттер жасау фактілер көбейіп кетеді. Тіпті осы жаңағыдай пікір бойынша кейін ғалымдардың пікірлері бар. Осы сыбайлас жемқорлық негізінде Рим империясының үлкен жаңағыдай бұл Рим империясының құлауына бірден-бір себептің біреу осы сыбайлас жемқорлық болған деп көрсетеді. Енді осы жерде тағы да екі бір мысалды талдап кетейік, құрметті білім алушылар. Содан кейін мен сабағымды қорытындылап келе жатырмын. Әрине, енді төртінші жаңағыдай мысалымыз былай дейді: семинар сабағында студент Фомин былай деп баяндама жасады. Студент жаңағыдай билеуші атты еңбегінің авторы Цицерон былай дейді. Цицерон дейді билеуші деген автордың еңбектің авторы. Ал студент сағаты былай деп баяндама жасайды. Билеуші атты еңбегінің авторы Никола Макиавелли дейді. Қай баяндамасының жауабы дұрыс болып саналады? Бұл жерде енді мен тағы да бірнеше мәрте қайталаған болдым ғой енді. Әйтсе дағы да біз айтудан, қайталаудан, түсіндіруден жалықпаймыз. Тек студенттерге бұл түсінікті болса екен, жаңағы студенттер меңгеріп алса екен деген мақсатта айтып отырмыз. Оқулықта жазады, оқулығымызда жазады, жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізі оқулығында. Осы жағдай былай деп көрсетіледі: билеуші атты еңбектің авторы, Макиавелли, Никола Макиавелли деп жазады. 15 ғасырда өмір сүрген Италияның жаңағыдай өте бір ойшылы, ғалым, және де мемлекет басқарушы, мемлекет қызметшінің мемлекеттік қызметте, қазіргі біз премьер-министр дейміз ғой, сол жерде жаңағыдай мемлекеттік қызметті басқарушы осы Макиавелли болған. Макиавелли өмір бақи жаңағыдай мемлекеттік қызметті басқарып келіп, кейіндері жаңағыдай басқарып келіп, қартайған шағында өзінің жаңағыдай осы
еңбек жазып шығады. Кешіріңіздер, еңбек жазып шығады жаңағыдай билеуші деген. Мінекей, осы бір енді соңғы бір мысалменен бүгінгі сабағымды аяқтасам ба деп тұрмын. Әрине, өйткені біз жаңағыдай бір жағынан уақыттың да негізінде былай өлшеуіне қарап отырамыз, әдеттің де былай жаңағыдай талабына бағынамыз. Мінекей, 5-ші мысалды талдап кетейін деп тұрмын. Семинар сабағында студент былай деп баяндады. Ең алғашында мемлекеттік қызметтегі лауазымды өкілеттіктерді асыра пайдаланудың жолын кесіп, сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін жауаптылық белгілеген Шумер билеушісі Рукагин болып табылады деді. Студенттің жауабы дұрыс деп ойлайсыз ба деді. Енді көрдіңіз бе? Бұл жерде бар ғой, ескеретін жағдай бар. Тағы да қайталайын, кешіріңіздер. Семинар сабағында да студент былай деп баяндады. Ең алғашында мемлекеттік қызметтегі лауазымды өкілеттіктерді асыра пайдаланудың жолын кесіп, сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін жауаптылық белгілеген Шумер билеушісі Рукагин болып табылады деді. Студенттің жауабы дұрыс деп ойлайсыз ба дейді. Енді біздің осы жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деген оқулығымызда барлық жауаптар көрсетілген. Әрине, өйткені біз барлық осы семинар сабағымыздағы тақырыптардың барлығын осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері оқу құралымен байланыстырып дайындалған, және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңға сәйкес сыбайлас жемқорлық және де осы қылмыстық кодекспен сыбайлас жемқорлықпен әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көрсетілгендей етіп құрастырылған бұл жаңа мысалдардың барлығы. Осы жерде көрдіңіз бе? Бұл жерде студенттің жауабы, мен енді сіздерге жауабын айтып кетейін. Бұл жерде студенттің жауабы өте дұрыс, әрине. Неге олай? Мына жерде көрдіңіз бе? Біріншіде біз айтып тұрмыз, семинар сабағында дейді, студент былай айтып, сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы алғашқы деректердің бірі жайлы жағдай патшасы Хаммурапи атақ заңдарында болды деп. Хаммурапи патшаның әрине жағдай заңдарында осы сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылық ретінде, заңсыз әрекет ретінде, басқа адамның мүлкіне қол сұғу, басқа адамның мүлкін заңсыз жолмен алып, заңсыз әрекеттерге бару, мемлекеттік қызметшілердің және де қазынаны тонау жайлы айтып кетеді, әрине. Бірақ бұл жерде көріңіз, алғашқы деген сөз жоқ қой. Сондықтан деймін, біз осы логикалық тұрғыда ойлайтын болса да, ең алғашқыда осы Шумердің патшасы Рукагин ең бірінші болып осы жағдай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану, асыра пайдалану деген фактыларды анықтап, ол жөнінен жаза тағайындауды белгілеген болатын. Бұл жерде сабақтарымыздың бәрінде сұрақтар өте қиын емес. Ең басты түсініп отыру керек, және де логикалық түрде талдап отыру қажет. Сонымен қосымша оқулығымызды оқып отыруымыз керек біз Үйге тапсырма студенттерімізге осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері оқу құралын жүктеп алыңыздар. Парақшаларыңызда тұрсын, болмаса қағаз парақшаларыңызда тұрсын, компьютерларыңызда тұрсын. Келесі сабағымызда сол оқулықпен талдап отыратын боламыз. Көп рахмет.